Өзімді таныстырайын, мен Роза Оразбекова. Ағылшын саласында жұмыс істеуді 2007 жылы 19 жасымда бастадым. Негізі ағылшын тілін 2 класстан үйренуді бастадым. Мені оқытқан мықты 3-4 ұстаздарым болды. Солардың берген білімдерін жинап, өз методикамды шығардым. Менің методикам General English деп аталады. Жалпы ағылшын тілі дегені General English'та сіз ешқандай деңгейлерді бітірмейсіз, немесе келесі деңгейге қашан өтемін деген әңгіме жоқ. General English'ның өзінің ережесі бар. Соларды біліп алсаңыз, оңай, жылдам, әрі ыңғайлы, нәтижелі білім аласыз. General English үшке бөлінеді: grammar, reading and writing, listening and speaking. Грамматикада не үйренесіз? Грамматикада ағылшын тілінің ережелерін үйренесіз. Өзі 12 тақырып бар. Осы 12 тақырыпты үйреніп алсаңыз, сөйлеп кетуіңіз өте ыңғайлы болады. Мен оны Telegram каналға жүктеп қойдым. Тұрғаныңыздай басында бірінші ссылка YouTube каналымның ссылкасына жіберарым бар. 1, 2, 3, 4, бірінші сабақ, екінші сабақ деп қойғанмын. Әрбір сабақтың өзінің парақтары бар. Міне көріп тұрғаныңыздай, қай сабақты үйренсеңіз, бірінші сабақ болса, бірінші сабақты парағын ашып, принтерден шығарып, сол видеоға қарап, қасыңызда парақты қойып алып, сабақты үйренсеңіз болады. Әр сабақ біткеннен соң өзінің тесті болады. Сол тесттерді орындауыңыз керек. General English'тың екінші бөлімі ол Reading and Writing. Сіз бұл бөлімде тексттермен жұмыс істеуді үйренесіз, әрі сіздің сөздік қорыңыз көбейеді. Қандай кітаптан үйренеміз? Бұл Virginia Evans'тың Reading and Writing деген кітабымен жұмыс істейміз. Бұл кітап өте күшті, 15 юниттен құралған. Мынандай тексттері бар, көріп тұрғаныңыздай. Әр текстте өзінің тапсырмалары бар. Жаңа сөздер білмесеңіз, жаңа сөздерді жазып, жаттап үйренсеңіз болады. Мынандай жаттығулары бар, көріп тұрғаныңыздай. Әрі бұл кітаптың ішінде грамматикалар бар. Сол қандай грамматиканы өттіңіз, сол грамматикаға сәйкес жаттығулар берілген, тексттер берілген. Ал соңында шығарма беріледі. Бір текстті үйренгеніңізден соң шығарма жазуды үйренесіз. Мынандай тексттер бар, көріп тұрғаныңыздай. Осы тексттер бойынша жұмыс істейсіз және соңында шығарма жазасыз. General English'тың үшінші бөлімі Listening and Speaking. Бұл бөлімде сіз аудиохикаялармен жұмыс істейсіз және оларды айтып бересіз. Listening 3 деңгейге бөлінеді: Starter, Beginner деңгейі, Elementary, Pre-Intermediate деңгейі, Intermediate, Advanced деңгейлерге бөлінеді. Telegram каналды ашсаңыз, барлық деңгейлерді мен салып қойдым. Бірінші деңгей көріп тұрғаныңыздай Macmillan Reader Starter деген деңгей. Оны компьютерді ашсаңыз, сосын папканы скачат етсеңіз болады. Сосын екінші папка Pre-Intermediate деңгейі. Мынаны компьютеріңізге скачат етіп алыңыз. Сосын басталады Upper Intermediate. Upper Intermediate-тің аудиолары міне көріп тұрғаныңыздай барлық аудиоларды мен Telegram каналыңызға жүктеп қойдым. Тағы да көп аудиохикаялар бар. Қолымнан келгенше уақытым болған кезде тағы да мен керек десеңіз аудиоларды салып қоямын. General English методикасын түсінген болсаңыз, ағылшын тілін оңай, ыңғайлы және нәтижелі үйренесіз.